Қош көрдік дос. Сізге жақсы жаңалығым бар. Менің 7-ші кітабым «Лудомания құтқару картасы» жарыққа шықты, сізге жол тартты. Бұл лудомания деген сөздің терминнің мағынасы құмар ойынға тәуелділік немесе ойын құмарлық деп аталады. Жалпы сізге түсінікті болу үшін бір жолдың бойында 3 тал өсіп тұр деп ойлаңыз. Бірінші тал ол ішімдікке кірген адамдар, егер ішімдікке кірген адам десе, бізде көзі іріңдеген, сөзінде мән мағынасы жоқ, өзін жоғалтқан адам көрінеді. Оған қалай су құю керек, оған қандай көмек беру керек, оны біз білеміз. Екіншіден, нашақор адам, ол сондай денесі тырысып, соны өзінің дозасын алмайынша ол ешкіммен қайта алмайды, қарым-қатынасқа түсе алмайды. Оған да қазір бізде мүмкіндік бар, бағдарламалар бар, онда қалай жұмыс жасауды білдік. Енді үшінші талымыз біздің құмар ойынға кіргендер, лудоман деп аталады. Ол адамның ақыл-есі дұрыс, сыртынан қарасаң тап-таза, кәдімгі қасымызда жүрген біздің әріптесіміз де болуы мүмкін. Бірақ оның сырты бүтін болғанмен, іші түтіні, мынаның бойындағы өзін жоғалтып алуы, ішімдік ішкен адам сияқты, мынау нашақор сияқты өзін жаңағы іштен агрессиясы толып тұрғаны, оның ішінде. Ол дабыл қағуы, ол қайта алмайды, жаңағы өтірікші болады, несиеге кіріп кетеді, бір сөзбен айтқан кезде. Соны біз қайтеміз, тек қана оған ұрсамыз, оны емдеу керек, оның содан шығару керек деген нәрсені тек қана ұрсу арқылы, соны жаңағы жазалау арқылы ғана шығарамыз деп ойлаймыз. Онда өзінше емдейтін жолы бар. Міне бұл кітаптың негізгі басты мақсаты сол лудомания, бұл 5 неден тұрады, тараудан тұрады. Бірінші сол лудомания деген не, соған түсінік береміз. Екінші, лудоманияны қалай анықтаймыз. Біздің Қазақстанда 380 мың адам мен лудоманмын деп өзі қайткен мойындаған, өзінің сол құмар ойынға кіріп кеткен, одан шығамайтын мойындап, бәрінен айырылғаннан кейін қайтып отыр, сондай өзін базаға кіргізіп отыр. Енді статистикалық көрсеткішке келетін болсақ, әрбір 5-ші отбасында бір лудоман бар деген бізде сондай не бар, көрсеткіш бар. Сондықтан да осындай қоғамның дертіне айналғандықтан біздің Жамбыл облысы Тараз қаласында жастар ресурстық орталығы деген бар. Сол апай, сіздің осы лудоманиямен жұмысыңызды, тәжірибеңізді негізге ала отырып, ата-аналарға сондай осы лудомания кірген адамдарға бір білім берейік, соның алдын алу жолдарын ұсынайық дегендіктен осы кітап қайтып отыр, өмірге келіп отыр. Сондықтан да 3-ші тарауында бұл лудоманиямен қандай А пунктіне, Б пунктіне жету үшін не істеу керек, ата-ана нені білу керек, соны береміз. Содан кейін қандай нәтижелер берді, және 7 күндік марафон ұсынатын боламыз. Қабыл алыңыз.